Мен Стан қаласының президенті. Бүгін мен қалай альтернативалық сервер ашу үйрететін боламын. Көбісі сервер ашу екен. Googleға кіріп альтернатив жазасыздар. Одан альтернатив деген осындай сайт жатады. Сол сайтты басасыздар. Менде что-то басылмайды. Басасыздар. Содан кейін сіздерге регистрация жасатын. Менде сұхбат өткен, неге десеңіздер, мен өзіме ашып алғам сервер. Содан сіздер регистрация деген регистрация өтесіз. Сіздер регистрация жасайсыздар, номер анамнауды сейсіздерді. Ал мен сіздерге не істеп кетейін. Міне мынау біздің мысалы сервер менің. Серверді істеген соң сіздер сразу запустить деген кнопканы баспайсыздар. Ең бірінші мына жерден настройка деген тұрады. Менде көрінбейді. Сіздерде көрінуі мүмкін, менде көрінбейді. Өткені мен ашырмай талпағым болды. Сіздерде осындай пиратский дегенмен осы үшеуі былай өсіп тұрады. Тура осылай өсіп тұрады. Бірақ сіздер пиратский деген қосасыздар. Ана сіздер виживание ойнағыңыз керек ма? Тортики ма білмеймін. Лекко ма өзіңіз біліңіздер. Бұл екеуі. Ал мына жерге қанша адам екенде өздеріңіз біліңіздер. Менікі мысалы 700 адамда. 700 адамда 500 адам. Мысалы мына жерде белый список деген бар. Оны бізде қоспаймыз. Белый список деген қоссаңыздар сервер сіздерде жабылып қалуы мүмкін. Содан кейін бізде не бар? Андай бар, андай мысалы бұл не десеңіз болғандай вет бар, сондай ашу. Ондай да ашу, бірақ 2 сағат кетеді почти. Потом кейін бізде мынандай бар. Мына жерге кіргенде сіздерде оператор деп тұрады. Операторда сіздерде ат шығып тұру керек. Мен де ат шықпай өткен, мен өз атымды жазып сохранить етіп қойған. Сосын сіздерде шығуы мүмкін өткен. Өзімнің атымды жазып қойғанмын. Кім жазып алған, сол да шығуы мүмкін. Содан кейін ешкімнің аты шықпайды. Ат жазатын жер тұрады. Сіздер өздерінің Майнкрафттағы аттарыңызды жазасыздар. Өздеріңіз ба білмеймін, может любой атты жазуға болады. Бірақ ол не десеңіздер, сол атпен кірген адам не болады, оператор болады. Сол оператор болады. Қалған бүкілі ұсас түнек болады. Андай оператор емес. Мысалы сол адам погода өзгерте алады, не істей алады. Сондайда. Содан кейін біз настройканы істеп болған соң мынандай файл бар. Файлден не істеуге болады, как көрсетем. Содан кейін бізде файл бар. Негізінде сіздер бүкіл мына сервер пропер істеп тұру керек. Сіздерде ойбайна пиратский деген қосып ұмытып кеттім. Мен өзім ұмытып кеткен соң. Сіздерден не болады? Осы жерден мына жерде участниктарда сіздер оператор, бүкіл адамды оператор. Осы оператор деген басасыздар. Операторда тұра берсін. Оператор деген сөзді басасыздар. Содан кейін сіздер белый списокты басып қоюларыңызға болады. Белый списокты жоқ. Ол тек қана ең бірінші асқандарға істеледі екен. И потом сервердің атын өзгертуге болады. Мысалы мен мына жерге деп қойсам болады. Так. Мысалы бұл жерге мен тек қана беріп айтпақта ағылшын керек. Бұл жерге ойнайық деп қойам. Ойнайық. Мен ойнайық деп қойдық. Сервер 12 деген сөз қойым почти. Содан кейін осы жерден мынандай астында не тұрады. Мынандай істесеңіздер болады. Мысалы сервердің бұл астында тұрады. Мысалы сізде адам көреді ғой.
Бұның астында оқи алдым. Мысалы қараңдар. Мысалы мен ойбай, ол үшін аяғын бүгін өсіп тастайсыздар. Криве болмаймын. Мысалы мен ойбай. Криве болмаймыз. Маңдер мен өз жазуым ойда жазып отырғаныма ерді. Осылай несеге оларды өзгертуге. Осылай мен осылай істеп қоям. Болды, мен осылай тұрады. Енді сіздер осылай тұрғанда, сіздер жерде күтіңдер. Запустить деген кнопка тұрады, сол запустить деген осы запустить деген кнопканы басамыз. Запустить деген кнопка. Сіздерде тұру керек, бүкіл адамда тұрады ол. Запустить дегенде басқаннан загрузка, сізде загрузка жүреді, загрузка сәл ұзақ жүреді. Ана ең асып отырғандары ұзақ жүреді. Осындай сіздер, и потом на ерге версияларыңызды жазасыздар, изменить деген басып. На ерде содан кейін осылай Майнкрафтқа кіресіздер. Мен новесін өзім кәдімгі серверім, ештеңке істемеймін. Короче, салғаныңызда сіздер неге кіресіздер?